жетеді деп ешқашан ойламаған, бәрінен де кешірім сұраймын. Осы залда отырған барлық адамдардан да кешірім сұраймын, өкінемін. Мәне бүкіл Қазақстаннан кешірім сұраймын. Нақтылап кетіңізші, кешірім сұрап жатсыз, өкініп жатсыз. Нақты қай әрекеттер үшін сұрап отырсыз? Осы мен осындай ауруым бола тұра, емделуге жатпай, өз-өзіме қарамай, осындай жағдайға жеткеніммен кешірім сұрап жатырмын. Ауруым бола тұра деп отырсыз. Нұраймен сөйлесіп жүрген кезде сіз айттыңыз ба осылай? Мен Бастыгенге құлап тұрғам, Қостанайда ауруханада жатып шыққам, менің ақыл есім осындай деп. Ол туралы ешқашан әңгіме болмаған. Не үшін жасадыңыз сіз? Мен жасырмаған бұл кезде. Ешқандай нәрсе сұрамаған, айтпаған. Екеуміз қыз жігіттерге кәдімгідей жүретін еді, киноға баратын еді, ондай. Жоқ, ол білмейді ғой сіз ондай екеніңізді. Аурусың ба деп сұрамайды ғой. Неге жасадыңыз сіз? Өзіңіз қазір қайта-қайта диагнозыңызды оқып отырсыз. Ол түсініксіз сұрақ болып тұр. Ол қызбен, мысалы мен де біреумен, адаммен сөйлессем өзім маңдайым деп айтпайсың ғой. Қасақана жасадыңыз ба сонда? Жоқ, ондай ойым болмаған. Мен өз-өзімен жүретін едім, ондай ойлар болмаған. Аурумын деп тұрсыз. Неге ондай есепке тұрмадыңыз, психиатриялық есепке? Есепке тұрмағанда мені лудыйда есепке тұрғызған, бірақ кейінде ата-анам психиатрға қаратқан, және де қазақ салт дәстүріне байланысты емшілерге апарған, даже Алматы қаласында Қаскелеңде, Қаскелең сияқты жерлерге, көп жерлерге емшілерге апарған болатын. Және де үйде қой сойып, қойдың терісін дамытып, сондай неше түрлі әдістерге барған. Келесі сұрақ. Сіз жаңа Маған бірге жұмыс істейтін адам болып келеді. Әріптесіңізді, әріптесіңіз. Аты Нұрайға кім болады ол кісі? Дәуреннің папасының туыстық қатынасы бар. қарындасы Нұрайдың қызы. Сол жерде бір рет көрдім дедіңіз, сөйтіп жаңа айтып жатыр, үшінші шілде күні мен тойға барып жүріп, маған Нұрайдың өзі хабарласты деп. Соған дейін араларында телефон 14-тен 3-нің аралығында бір-біріңізге хабарласып сөйлесіп қойдыңыздар ма сонда? Ол енді бірінші қазір тағы да айтып өтейін. Мысалы сол кезде телефон нөмірін алған кезде сіз қашан алдыңыз, кімнен алдыңыз телефонды? қазір сәтте есімде жоқ. WhatsApp желісіне Қай кезде еді ол сол тойы? Жаңа 14-тен кейін, қанша күннен кейін? 14-тен кейін бір 2 күннен кейін жіберді, 2 күннен кейін. Содан кейін сөйлескен болатынбыз. Ол сол кезде келісім берген болатын. Келесі апта ыңғайлы жолығамыз деп. Кездесуге келісім берді ме? Сол кезде басында WhatsApp желісі арқылы келісім берген болатын. Кейін тойда Бұнда қыз жігіттің есімде жүріпсіздер жарайды. Октябрьге дейін, қазан айына дейін араларыңызда бір қай жерде жүргендеріңіз жаңа видеоға түсіріп сторис ба дейді, сондай қойып ешнәрсе ондай ешнәрсе болмады ма сонда? болған ондай. Мысалы Instagram телефоныңызда сақталған ба солар? WhatsApp желісінде солар. Маған да бірге суретке түскен ылғи мысалы Нұрайдың видео суретке түсетін болса, Нұрайдың телефонынан түсетін айтса, маған WhatsApp-тан жіберіп тұратын. Кейін сол жерге түскеннен кейін қарап тұратын. Нұрайдың телефонымен түсетін. Ол WhatsApp неқта да делода тұр. Онда жаңағы сіз айтасыз, өзім менің жаңағы мына бұлың өткеннен кейін мен өзім есімді жоғалтып қойдым, ешнәрсе есімде жоқ деп жатсыз да, иә? Сонда тергеушілер не жазғанын оқымай қойды. Тергеушілер қалай білді ол оқиғаны? Ол жерде болмаса олар не қылмаса қалай жазды оның бәрін? Сіздің іс-әрекеттерін? Іс-әрекеттерін Тергеуге басты айтасыздар, қалай пышақ сұқтанып айтасыз, қалай не болғанын бәрін толық айтып бересіз, бірінші жауаптарын, алғашқы жауаптарын. алғашқы жауабында қанша күн өткен екен? Білмеймін, олар барлығын айтты, осылай болған деп айтты. Адвокаттың қатысуында берген сол жауаптың бәрі. Құқығымыз Сұрақтар жоқ па? Қолды алып беріңіздер.